Бүгін 8 қазан 2025 жыл Хамит кооперативіне мемлекеттік тапсырыс аясында Шардара су қоймасын шабақтандыру жұмыстары басталуда. Жалпы саны 740 мың дана бір жаздық шабақтар, оның ішінде 290 мың дана тұқы шабағы, 200 мың дана ағамұр және 250 мың дөңмаңдай шабақтары тасталуда. Шабақтар Хамит кооперативіне қарасты тоғандардан ауланып, оттегімен қамтылған жүк көліктермен тасымалдануда. Жалпы бұл іс-шараның мақсаты балық шаруашылығын дамыту, өсімін молайту мақсатында жасалынуда. Балықтандыру бұл тек экологиялық емес, әлеуметтік, экономикалық маңызы зор іс болып табылады. Бұл болашақ ұрпаққа балық ресурстарын сақтау жолындағы маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Жалпы іс-шара 30 қазанға дейін жалғасын табады.